Бүгінгі сабақта біз сіздерге монетизацияны қалай қосады, сол жайында айтатын боламыз. Жалпы монетизация не үшін керек? Монетизация ол YouTube'тан ақша табу үшін керекті нәрсе. Яғни сіздің YouTube'тағы видеоңызға YouTube реклама қосып отыратын болады. Сол реклама арқылы сіз ақша табасыз. Оны қалай жасайды? Ең алдымен YouTube'тан творческий студияға кіреміз да монетизация деген бөлімге барамыз. Монетизация қосу үшін сіздерге керекті нәрсе ол кемінде 1000 подписчик және де 4000 сағат просмотр. И сіздің аккаунтыңыз защитада болу керек, яғни двухэтапная аутентификация қосылып тұру керек. Бұл сіздің аккаунтыңызды басқа біреулер ұрлап алмас үшін, взломать етіп алмау үшін қажет. Және де сіз ешкімнің видеосын қолданбай, яғни нарушение жасамауыңыз керек. Сіздің каналыңыз осылардың бәріне дайын болса, сізге монетизация қосуға болады. Яғни дәл осылай барлығында галочка болуы қажет. Осы жерден енді астынан подать заявку батырмасын басамыз. Сіздер подать заявку батырмасын басқаннан кейін сіздерде осындай көрініс күтіп алатын болады. Осы жерден бізде жасау керек 3 шаг болады. Бірінші шаг ол, яғни YouTube'тың правиласымен келісу. Осы жерден барлығын оқып шығасыз, төлем шарттары туралы барлығы осында жазылған. Осы жерден я принимаю дегенге галочка қоямыз да принять условия батырмасын басамыз. Осыны басқаннан кейін сіздерде бірінші шаг выполнение деп шығады, яғни бірінші шагты орындадыңыз. Енді келесі екінші шаққа кетеміз. Екінші шаққа басқаннан кейін сіздерге AdSense аккаунт бар ма, жоқ па деп сұрайды. Сіз осы жерден жоқ дегенді басасыз. Яғни у меня нет аккаунт. Егер де сізде AdSense аккаунт болса, онда у меня есть аккаунт батырмасын басасыз. Менің жағдайымда у меня нет аккаунт, мен осыны басатын боламын. Осыны басқаннан кейін өзіңізге керекті, яғни осы YouTube каналыңыздағы аккаунтты таңдаймыз. Және де кіріп, осының ішіндегі барлық толтыру керек заттарды толтырып шығамыз. Және де ең бірінші ваш сайт, яғни URL вашего сайта дегенге өзіңіздің каналыңыздың ссылкасын қоясыз. Достар, сіздер у меня нет аккаунт деп кіргеннен кейін сіздер регистрация жасайсыздар, яғни барлық информацияны өзіңіздің данныйыңызбен толтырасыздар. Яғни мынелде қарап тұрсаңыздар, сіздерден индекс, яғни тұратын жеріңізге дейін сұрайды. Егер де индексті қайдан білем деп жатсаңыздар, өздеріңіздің тұратын жерлеріңізден, яғни ауылдық болса ауылдық, қала болса қалалық почтаға барасыздар. Почтада сіздерге индекстарыңызды айтатын болады. Осының барлығын толтырамыз. Ал енді достар, барлығын толтырдық, енді не істейміз? Енді достар, жаңа көріп отқандарыңыздай біз индекс номер жаздық, бүкіл мекен жайымызды жаздық. Оны айттым мен сізге дұрыс жазу маңызды. Себебі сол индекс арқылы сіздің тұрып жатқан жеріңіздегі почтаға сізге хат келетін болады. Яғни AdSense-тің жіберген пин-коды келеді. Ол пин-код достар сіздерге міндетті түрде керек. Себебі сіз сол арқылы YouTube-тан түскен ақшаны карточкаңа аударатын боласыз. Келесі получайте больше AdSense дегенге нет деп қоя берулеріңізге болады. Және де келесі выбирать страну, яғни өзіңіздің мемлекетіңізді жазасыз. Бізде әрине Қазақстан болғандықтан Қазақстанды таңдаймыз. Және де астына басып условияларын оқып принимать етеміз. Яғни я принимаю соглашение деген батырмаға галочка қоямыз. И астынан создать аккаунт батырмасын басамыз. Және де достар, сіздер YouTube-тарыңызды AdSense-ға қосасыздар, яғни Google AdSense бұл бізге ақша төлейтін партнерский платформа. Яғни бізге ақша төлейтін осы AdSense. Және де мінекей көріп тұрғандарыңыздай бізде шаг 2 выполняется деп тұр, яғни әлі орындалып жатыр. Себебі біздің аккаунтымыз AdSense-ға енді тіркелді. Яғни YouTube-тың администраторлары осы аккаунтымызды тексереді. Сіздің атыңызда бар ма, жоқ па? Егер де бар болатын болса, сол аккаунтпен кіруіңіз керек. Егер де жоқ болса, олар тексереді. Егер де сізде аккаунт бар болып тұрып, жоқ деп бассаңыз, онда олар сіздің аккаунтыңызды тауып алып, біз сізге жаңадан аккаунт ашылмаймыз, сізде уже аккаунт бар деп ашпай қояды. Сіздің аккаунтыңыздың ашылу уақыты 12 сағаттан 2-3 күнге дейін созылуы мүмкін. Және де бұл орындалғаннан кейін сіздерге выполнение деп шығады, сіздерге уведомление келеді. Осы тексеріліп болғаннан кейін келесі бізде шаг 3 сіздің заявкаңызды қарайтын болады. Бұл уже сіздердің ақша табуға лайықтысыздар ма, лайықты емессіздер ма, соны тексереді. Егер де сіздің видеоңыз 10 шақты, яғни каналыңызда видео аз болатын болса, онда бұл процесс тез жүреді. Ал егер де каналыңызда 100 шақты видео болатын болса, бұл 1-2 айға дейін созылуы мүмкін.